Бүгін сіздермен лов стилінде люстра дайындаймыз. Ол үшін осындай ағаш қажет болады. Қалыңдығы 2 см және ұзындығы 50 см болатын ағаш қажет болады. Екі шетінен 5 см-ден алып тастаймыз және 3 тесік қажет болады. Ол 3 тесіктің ортасы 20 см-ден болады. Ыстық клей қажет болады. 3 патрон қажет болады. Және джут жібі қажет болады. Изолента. Сым 3 метрлік. Және осындай лампочкалар қажет болады. Алдымен ағашымызды тесіп алу қажет. Келесі кезекте 75 см болатын 2 сым кесіп аламыз. Үшінші сымның ұзындығын осылай қалдырамыз. Содан кейін 75 см-лік 2 сымды екі жағындағы тесіктен өткіземіз. Үшінші сымды ортасындағы тесіктен өткізіп, керек ұзындықты өзіңіз қалауыңызша жасап алып белгілеңіз. Содан кейін 3 сымның жоғарыда бірігетін жерін белгілеп, барлығы осы жерде қиылысады. Сымдарды бір-бірімен қиылыстыру үшін осы видеода көрсетілгендей етіп сымдарды тазартамыз. Содан кейін ортасындағы сымды осылай видеода көрсетілгендей қиылысатын жерін осылай бөлмей кесіп тазалаймыз. Екі шетіндегі көк сымдарды және қоңыр сымдарды бір-бірімен жалғаймыз. Ескеретін басты нәрсе, сымдардың ораған кездегі қиылысатын жері бір-біріне параллель болмау керек. Біреуі жоғарыда, біреуі төменде болу керек. Барлығын бір-біріне жалғаған соң, осылай қоңыр сымдарды бір бөлек изолентамен ораймыз және көк сымдарды бір бөлек изолентамен ораймыз. Содан кейін ғана барлығын біріктіріп, изолентамен тағы да ораймыз. Келесі кезекте видеода көрсетілгендей етіп, патрондарды жалғаймыз.
Содан соң барлық жерін джут жібімен орап шығамыз. Содан кейін белгілеген жеріңізге келген кезде ағаш түсіп кетпес үшін біткен жеріңізден екі қайтара тағы да орап шығамыз. Барлығын біткен соң осылай тартып қисық жерлерін түзетіп алуға болады. Міне сіздермен осындай керемет лофт стилінде люстра жасадық. Төменге пікіріңізді қалдырып, лайк басып, каналыма жазылуды ұмытпаңыз.